Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сіздерге осындай үй жағдайында дайындалатын лаваш рецептімен бөліскім келеді. Алдымен каналыма тіркеліп, мені қолдап тіркеліп кетіңіздер. Және де мені видеомды соңына дейін көріп, менімен бірге жасауды ұмытпаңыздар. Алдымен бізге қажет өте оңай рецепт. Онымыз керек 300 граммдай ұн және де 2 үлкен ас қасық сұйық майымызды құямыз. 1 үлкен жарты ас қасық тұз саламын. Және де 200 мг кипяток қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай мен везиді қойдым. Және де 200 мг құйып жатырмын. Жақсылап бүкіл қамырды біріктіріп етіп араластырып аламын. Қолдың көмегімен енді қамырымызды елеп алатын боламын. Қамыр толығымен дайын болды. Осындай жұмсақ болып шығуы қажет. Енді қамырымызды қойып, үстіне пищевая пленка немесе целлофанды қойып, 15-20 минутке қоюымыз қажет үй температурасында. 20 минут өтті. Ендігі қамырымызды қолдана берулерімізге болады. Осындай күшті жұмсақ болады. Бірінші осы қамырларды осылай бірте қылдырып кесіп аламын. Менде осындай қамырдан 12 штук шықты. Барлығын тізіп шығамын. Және де он сеуіп қамырымызды жаямын. Жұқа қылдырып жаю қажет, себебі нанымыз піспей қалуы мүмкін. Шикі болып қалуы мүмкін. Сондықтан жұқа қылдырып жаямыз. Қалғандарында осылай жұқа қылдырып жайып шығамыз. Қызып тұрған табаға сұйық май еш нәрсе жақпаймыз. Жаңағы домалақ қылдырып жайып алған қамырларымызды бір-бірлеп саламыз. Осылай қамырларымыз көтеріліп, екінші жағында қуырып аламыз. Екінші жағын аударамыз. Осылай аздап қызып, осындай қызаруы қажет. Өздеріңіз көріп тұрғандай қамырымыз біздікі көтеріледі осылай. Және де асты кішкене қызарғаннан кейін екінші бетін ауыстырамыз да ол жағында пісіріп аламыз. Тура солай қалғандарында істеп шығамыз.
толығымен барлығын жасап болдым. Үстіне маечкамен жауып қойдым. Көріп тұрғандай осылай жасаса да ешнәрсе жыртылмайды. Дүкеннен қарағанда үй жағдайында жасаған лаваштар өте дәмді, өте керемет, әрі жасалу жолы да оңай болып шығады. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғанда таңғы асқа немесе шашлык жасағанға, тағы да басқа былай құр өзін жемесеңіз де дайындауға болады. Міндетті түрде сіздер жасаңыздар, каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, мені қолдап тіркеліп кетіңіздер. Сіздер де осыны жасап үйреніңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Осындай дәмді рецепттермен сіздермен қызықты, оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде менің каналымда болыңыздар. Баршаларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.